Мал баққанға бітет дегендей, 4 түлік малдың қадір қасиетін білетіндерге оны өсірудің машақаты жақсы мәлім. Алайда сол жазғы қысқы бағымын қадағалап, азық суын дайындап, тұратын орнын жайлап, күтіп отырған үй жануары табан астында қолды болып кетіп жататын жағдайлар орын алуда. Осыған орай 2019 жылы 27 желтоқсанда ел президенті Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процестік заңнаманы жетілдіру және жеке адам құқықтарының қорғалуын күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына қол қойды. Аталған заңға сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне мал ұрлау туралы арнайы жеке бап енгізілді. Ол осы кодекстің 188-дің бірінші бабы. Бұл норма 2020 жылдан бастап қолданысқа енді. Осылайша мал ұрлығы қылмыс санаты бойынша дәрежесіне қарай қылмыстық ауыр санатына ауыстырылды. Яғни, осы мал ұрлығына арналған баптың бірінші бөлігінде мал ұрлығының жазасы қылмыс жасаған тұлғаның мүлкі тәркілене отырып 3000 айлық есептік көрсеткішке дейінге мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Егер мал ұрлығы топпен және ірі көлемде жасалса, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін барады. Ал мал ұрлығын бірнеше рет жасаса, немесе қоражайға кіру арқылы жасаса, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Егер мал ұрлығы қылмыстық топ арқылы немес аса әрі мөлшерде жасалса, мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Демек, бұл баптың санкциясындағы жаза өте қатал. Осы санаттағы қылмысты жасағандар, яғни мал ұрлағандар, малынан айырылған жәбірленуші тараппен бітімгершілікке келе алмайды. Яғни бұл жерде екі тараптың татуласуына жол берілмейді. Мәселен, 2022 жылы мал ұрлығы бойынша Шиелі аудандық сотына 5 қылмыстық іс түсті. Оның біреуіне қаулы, 4-еуіне үкім шықты.